Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызылшадан жасалынатын өте пайдалы және өте дәмді болып шығатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Екі ғана заттан тұрады және дәмі күшті болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қызылшамызды жақсылап жуып, суға қайнатып пісіріп аламыз. Піскеннен соң мұздай суменен салқын суда шайып аламыз. Бізге керек қажетті заттар алма және қызылша. Ең бірінші қызылшамызды осындай терканың көмегіменен жақсылап шығарып аламыз. Алманы да жақсылап жуып тазалап, ішіндегі дәндерінен тазалап аламыз да. Өз қалауларыңыз бойынша теркадан өткізсеңіздер болады, немесе ұсақтап көбейтіп турасаңыздар да болады. Мен осындай корейский теркада соломка сияқты етіп теркадан өткізіп алдым. Теркадан шығарылған қызылшамызды бөлек бір ыдысқа саламыз да, турап алған алмамызды да қосамыз. Одан кейін 3 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бір кесе шағылған жаңғақты, тазаланған жаңғақты салып, оны да араластырамыз. Міне салатымыз бізде дайын болды. Тұз қоспаймыз. Салатымыз дайын болды. Енді тарелкаға әдемілеп салып жіберсеңіздер болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, достарыңызбенен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Луиза, астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.